қашан қайтқанға дейін алмаймыз. Біздің қолымызда, біздің мойнымызда Бельгик болады. Бельгиктің бір жағында біздің қонақ үйлеріміз, екінші жағы біздің визамыз бар. Сондықтан визадан басқа ешқандай қажет емес паспорттың. Сондықтан паспортты жоғалтып алма қаупі болу үшін паспорт не істейміз? Сумкамыздың ішінде болу керек. Енді Мәдина қаласына шығатын кезде қажет емес. Билет келеді, сол билетті көрсетеміз. Енді әркім жағдайына қарай, Мекке қаласының Мәдина қаласының арақашықтығы 450 шақырым. Әрбір қажы таңдаған пакетіне қарай автобус немесе жүйрік пойызбен жүреді. Менің ойымша осы екі топта пойызбен барады. Солай ғой? Жұма күнгі баратында немен барады? Автобуспен барады, эконом пакет. Сіздерде ешқандай эконом пакет емес, демек сіздер жүйрік пойызбен барасыздар. Құдай қаласа 2,5 сағатта Меккеден Мәдинаға жетеміз. 300 сағатына 300 болып тұрады, Құдай қаласа. Сонда демек құрметті азаматтар, Мәдинаға келген адамның жүрегі мен тәні тыныштық табады, Алла оған берекесін төгеді. Мәдина қаласының аурасы бөлек. Мекке бөлек, Мәдина бөлек. Екеуінің аурасы сондай бар. Кімдердің сауабы үшін мені мешітімде зиярат етсе, мына жерде мына құлпылда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи жатыр. Бұл пайғамбарымыз қабірі. Ол менің көршім болады. Қиямет күні мен оған десемін, шапағат етемін дейді. Сондықтан шапағат етуімізге лайықты болуымыз үшін көп салауат айтып келсеңіз, Мәдина қаласына барамыз. Енді жаңағы жақсы құлпылдың асты, мынау жаңағы біздің пайғамбарымыз жатқан жері. Мынау ең алғаш салынған мешіттің планы, жоспары. Мына жерде пайғамбарымыздың қабірі, саллаллаху алейхи вассалам, екінші Хазіреті Әбу Бәкірдің қабірі, үшінші Хазіреті Омардың қабірі. Сәлем береміз. Ассаламу алейка, я Расулаллах. Ассаламу алейка, я Әбу Бәкір. Ассаламу алейка, я Омар. Қазақша. Алланың сәлемі болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Алланың сәлемі болсын. Хазіреті Әбу Бәкір. Алланың сәлемі болсын. Хазіреті Омар деп сәлем береміз. Мынау пайғамбарымыздың алғаш салған мешіті, ең салған мешіті 1022 квадрат метр болған, әуелгі салған кезде. Демек, 1022 квадрат метрге 2 адам сыйған. Демек, 1 квадрат метр 2 адам болған кезде, демек 2000 кісілік мешіт болған. Қазір 1 миллион халық сиятын мешіт. Үлкен. Енді осы жерге кіруге көп ынтызар болады. Рауда деп айтамыз біз. Рауда. Пайғамбар хадисінде үйім мен мінберімнің арасы, үйім ғой бұл. Үйім мен мінберімнің арасы, жұмақ бақшаларының бірі. Мінберім жұмақ бақшаларының үстінде тұр. Яғни рауда деп айтып өшеді. Жәннат бақшаларының бір бақша деген. Сондықтан бұл жерге кіру нұсу программасымен кіруіміз керек. Жаңағы біздің Раушан қандасымыздың айтуы бойынша қай уақытта кіріңіз деп тұрса, сол жақта кіріп. Егер айтайық, кіре алмай жатырмын, мүмкіндік болмай жатыр, ашылмай жатыр дейтін болсақ, ешқандай уайымдаудың қажеті жоқ. Бұл умраға ешқандай қатысы жоқ. Умра қабыл бола ма, қабыл болмай ма деген секілді. Бұл умрада ешқандай қатысы жоқ. Бұл пайғамбарымыздың зиярат жасау. Егер біз бұл жерге кіре алмасақ, біз үнемі жанына сәлем бере береміз. Мына жас күмбез бар ғой. Жас күмбездің жанына барамызда ассаламу алейка я Расулаллах деп сәлем береміз, болды. Сондықтан сіз мешіттің қай жағына оқысаңыз да 1000 сауап. Меккеде намаз оқитын болсақ 100 000 сауап. Мәдина қаласында намаз оқитын болсақ 1000 сауап. Ешқандай несі жоқ, айырмашылық жоқ. Мына жерде ұяламын деген қатты уайым болмасын. Өйткені қазір Ережеп, Шағбан, Рамазан айы жақындады ғой. Сондықтан адамдар көп қанша ашылғанымен орындар болмай жатыр. Сондықтан бәлкім әр сағат сайын ашып отырыңыздар, нәсіп болса кіресіздер. Ал нәсіп болмаса, кіре алмай қалдым деген уайым болмасын. Ешқандай. Қасиетті Мәдина қаласында тағы да бір рухани сапарымыз бар. 4-5 сағаттық. Құба мешітіне барамыз, Ұхуд тауына барамыз, Қиблатайн мешітіне барамыз, Құрма бақшасына барамыз, бірге жүреміз. Құдай қаласа, Құба мешіті мұсылмандар үшін ең алғаш салынған мешіт. Құрметті қажылар. Сонымен біздің 3 күндік Мәдина қаласында, 4 күндік Мекке қаласындағы сапарымыз аяқталады. Құрметті қажылар, көп намазымызды осы қасиетті мекенде оқуға әрекет жасауымыз керек. Қонақ үйде жатып алып, шаршадым,
қойш осы жерде оқи берейінші деген нәрсе болмау керек, адамды жалқаулық баспау керек. Тек қана уақытымызды, бір апта уақытымызды 4 күн Меккеде, 3 күн Мәдина қаласында мешітте имамның артында тұрып намаз оқуымыз керек. Жай намаз алып шығыңыздар. Неге дейтін болсақ, Меккеде адам көп, ажиотаж, ішке қаралмасақ, біз сыртта жай намаз төсейміз да, осында ақ мәрмәр төсеймізде намаз оқи береміз. Сол үшін жай намаздарыңыз қалың болмасын, жұқа да болмасын, орташа болсын. Жай намазды төсей салып, рюкзагыңызда жүрсін. Жай намаз төсей саласыз да оқи береміз. Ал төсемей оқи берсек те болады. Бірақ өзімізге әдемі удобство болу үшін жай намаздарыңыз бірге жүрсін. Рюкзак ақтарыңызда. Түсіндіре алдым ба? Одан кейін айтылатын мәселе тағы да не бар? Құрметті бауырлар, ол жақта азан 6 рет шақырады. Бізде 5 рет шақырады ғой. Ол жақта 6 рет бірінші тахажжуд намазы шақырады. Айтайық, таң намазы сағат 5-те болса, таң намазы. Сағат 4-те 1 сағат алдын шақырады. Сәресте тұрыңдар, тахажжуд намазды оқыңдар деген секілді. Түсіндіре алдым ба? Демек, бұны ойлаңыздар, бұл таңғы сәресте деп, тахажжуд намазына деп. Демек, сол кезде ауыз бекітуге болады. Шағбан айында келіп отырмыз, ауыз бекітіп бастап болады. Сосын шам намазды оқып барып, сәресте жаңағы ауыз шарды қонақ үйде ішсек болады, жесек аузымыздан шығып болады. Түсіндіре алдым ба? Сосын қолдарыңыздар не болсын? Апай мен жиналыстан сауықтан зәмзәм алып жүріңіздер. Зәмзәм. Мешіттің ішінде зәмзәм болады. Сондықтан нөлбет баклажкаларыңыз болсын, болмаса суларыңызды алып жүріңіздер. Үнемі соны алып, құйып, толтырып ішіп жүріңіздер. Зәмзәм көп ішіңіздер. Осы зәмзәмде 4 бөлшек болатын болса, соның біреуінде not gold деп тұрады. Жылы, мұздай емес деген. Сол жылсын ішіңіздер. Анау мұздайын ішіп тамақтан сақтап қалмасын. Түсіндіре алдым ба? Әр жер тұрған жерде 4 бөшке тұрады. Сол 4 бөшкенің біреуі көк жазуымен not gold деп тұрады. Яғни мұздай емес, жылы деген. Сол жылсын ішейік. Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, садақаны кімге береміз? Садақа бергіңіз келеді. Садақаны көбірек беріңіздер, мүмкіндік болса. Садақаны, құрметті қажылар, сол мешіт тазалаушылар болады. Бангладеш, Пакистан, сол жақтардан келген жағдайлар төмен. Сол өзі сізді сыпырлап ұстап, сізді күтіп тұрады, ассаламу алейкум деп. Сіз мешітке келе жатсаңыз, ол бүйтіп қарап тұрады сізге, ассаламу алейкум деп. Беретініңіз бар ма деген секілді. Намаздан шыққан кезде ол тағы қарап тұрады сізге, ассаламу алейкум деп. Сіз бар болса, былай шығарып, былай таратпаңыз. Бар болса, дайындап қойыңыз да, көрсетпей ғана беріңіз. Егер біреуіне көрсек былай, онда бәрі жүгіреді. Сонда кішкене не болып қалады? Жаңағы қиын болып қалады. Иә, полицейлер кішкене жаңағы қиын тудырады. Сондықтан ақшаңызды беретін кезде былай беріп бердіңіз, оң қолыңыз берді, сол қолыңыз білінбесін. Одан кейін қонақ бөлмеде беріңіз жаңағы тазалаушыларға. Мүмкіндік болса. Сіздің бөлмеңізде шырғыңызды ауыстырады, суыңызды алып келеді, шайыңызды алып келеді. Сол кезде, "Ей балам, келе ғой" деп қазақша айтады. "Ей кел. Маған су бер. Мынандай сүлгі бер, ауыстыр" деп берсең, ауыстырып беріп тұрады сізге. Сол кезде бір қолына 5 реал, 10 реал сатып қойсаңыз. Осы күтіп тұрады, қашан келеді бұл кісілер деп. Жаңағы ертесіне тағы күтіп тұрады, су келетін кезде. Сонда түсіндіңіз, сондай бер. Олардың көңілін аулап, беріп тұрсаңыздар болады дегенім ғой, садақаны. Бұл екінші мәселе. Үшінші мәселе, құрметті қажылар, әр намаздан кейін ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах дегеннен кейін сүннет намазын біз оқып қоймайық, кішкене күтеміз. Бір 2 минутта, 3 минутта күтейік, дұға жасап. Имам сәлем болады ғой. Сол кезде жаназа намазына оқуға ескерту береді. Ас-салату алал амвати ярхамукумуллах деген. Бұл не деген? Жаназа намазына ниет етіңіздер, жаназа намазы оқылады деген мағына. Демек, жаназа намазы бар екен ғой дейміз да ниет етеміз. Ниет еттім, жаназа намазын өтемекке. Үйдім имамға 4 тәкбірлі жаназа намазын өтемекке. Үйдім имамға десек болды. 4 тәкбір ұмытып кетсеңіздер, ниет еттім, жаназа намазын өтемекке. Үйдім имамға. Аллаху акбар деп не істейміз? Қолымызды байлаймыз. Сол үшін тағы да Аллаху акбар деп біз ешқандай әрекет жасамаймыз. Кейде бір қол көтеріп жатады. Жоқ. Қалай басқанда біз қолымызды байлап тұрамыз. Аллаху акбар 3-ші мәрте. Тағы да қолымызды көтермейміз. Аллаху акбар деп
төртінші бәтте ассаламу алейкум рахматуллах, ассаламу алейкум рахматуллах дейді. Сол кезде біз сәлем беріп, не істейміз, жаназа намазын бітіреміз. Сосын бітіргеннен кейін сүннет намазымызды өзіміз кейін қалып оқи береміз. Жұрттар апыр-топыр шығып жатса, сіздерде апыр-топыр шығып, қайқа барамыз? Одан асықпаймыз, сүннетімізді оқып, дұғамызды жасап, таспихымызды тартып, асықпай шығып, одан кейін қонақ үйге барамыз. Мүмкін болса, құрметті қажылар, Қағбаға ер кісілерді мына ихрамсыз кіргізбейді. Қағбаға. Әйел кісілер 24-7 кіре береді. Әйел кісілерде ешқандай не жоқ, сұрамайды. Ал ер кісілер мынандай кейін болса кіргізбейді Қағбаның айналасына. Екінші этажға, үшінші этажға шығарып жібереді. Сондықтан мен Қағбаның айналасында оқып кететін болсақ, егер умра жасамайтын болсаңыздар да, ихрамды киіп кірсек болады. Жай ихрамды киіп аламыз. Сөйтеміз да, негізгі біздің құлшылығымыздың ең основной, ең негізгісі осы тауып жасау. Тауып жасау, құрметті қажылар. Айнала беріңіз, айнала беріңіз. Анау отқа көбелектер шығып жерде айнала береді ғой. Пәруана ұқсап. Бізде осы пәруана ұқсап, осы Қағбаны айнала беріңіз. Әр айналасынан күнәміз төгіледі. Дұғамыз қабыл болады. Сондықтан Қағбада, умрада, қажылықта ең көп жасатын құлшылық ол не? Тауап. Тауаптан басқа құлшылық басқа жерде жасалмайды ол. Тауабынан тыс та? Иә, қажылықтың умра тауабынан тыс. Ол қалай? Мысалға сіз кірдіңіз, әйел кісілер, ер кісілер. Намаз оқыдық, 5 намазын Қағбада оқыдық осы секілді. Сосын айтақ, 2 намаз оқыдық. Шам құптан уақытын не істейміз? Мен тағы да шығып қайтып барам ба деймін, жоқ. Сіз ең дұрысы 2 шам құптан намазын Қағбада оқу үшін ихрамды киіп алыңыз, 2 намазда кіріп кетіңіз. Сөйтіңіз намаз оқытқан кейін Бисмилла, Аллаху акбар деңіз де умра жасаңыз, тауап жасаңыз. 7 айналып ол бір тауап. Түсіндіңіз ба? Сафа Марвада жүру шарт емес, шаш тартпайсыз, ол тек қана тауап құлшылығы. Тауап құлшылығы ол өз алдына бөлек. 7 рет айналасыз, 2 рәкат намаз оқисыз, 3 рәкат намаз оқисыз, болмаса тауап намазын оқисыз. Иә, сөйтіп болдыңыз ба, қарайсыз, әлі 1 сағат бар шамға. Тағы да Бисмилла, Аллаху акбар деп тағы тауап жасаңыз 7 мәрте. 7 мәрте айналдыңыз ба, 2 рәкат намаз оқыңыз. Сосын шамды оқып болдыңыз ба, тағы уақытыңыз бар ма, айналыңыз. Уақытыңыз бар, шаршадыңыз ба, Қағбаның шет жағына барып отырыңыз да, Қағбаға қарап дұға жасай беріңіз. Өйткені Алла Тағаланың хадисінде айтады, Алла Тағала пайғамбарымыз Қағбаның айналасына 120 сауабын төгіп қойған дейді. 120 сауабында. Я 120 сауабын төгіп қойған дейді. Қараңыздар, оның 60-ын тауып жасаушыларға береді дейді. 60-ын тауып жасаушыларға. Оның 40-ы сол Қағбаның айналасына намаз оқушыларға береді. Оның 20-сы отырып, тек қана Қағбаға қарап дұға жасаушыларға береді. Шаршадыңыз енді, аяғыңыз ауырды, шаршадыңыз. Тек қана қарап отырыңыз, дұға жасаңыз. Я Алла, күнәмді кешір. Ей Қағбаның иесі Алла, сен шақырдың, мен келдім. Кешір мені Алла. Деп сұраңыз, өзіңізге сұраңыз. Кімден сұраймыз? Өзіңізден сұраңыз. Өзіңіздің күнәңізді кешір сұраңыз. Екінші кімден сұраймыз? Екінші әке-шешеңізді. Өйткені деган тұрғы сегіз болған кісілер. Әке-шешенің күнәсін кешір сұраңыз. Қайтыс болды ма? Қабірін нұрға толтыр, я Алла. Олардың да білсеңізді күнәсін кешір. Әке-шешеңізді сұрай беріңіз. Одан кейін кімден сұрайсыз? Сізді қосқан қосағыңыз бар, жан-жағыңыз, бала-шағаңыз, одан кейін туған-туыс бауырларыңыз, бір әке бір шекті туған. Одан кейін ағайындарыңыз, достарыңыз, жарандарыңыз, кете беріңіз солай. Кете беріңіздер келеуіңіз. Ең соңында барша мұсылман әлеміне, мұсылмандарға, қазақ елімізге, Қазақстан жерімізге сұрауымыз керек. Ол сұрайтын жер бұл жер. Енді ойлайық, не үшін сізді шақырды? Не үшін сізді шақырды? Не үшін сізді шақырды? Ғалым айтады, Алла Тағала шақыруда бір хикмет бар дейді. Хикмет қараңыздар. Хикметі, демек, апайымыздың Алла Тағалаға ұнамды бір несі, әрекеті бар дейді. Амалы бар. Бір құлды шығаратын болса, бір хикметі. Демек, бұл апайымыздың Аллаға ұнамды бір амалы бар. Өзі біледі, болмаса білмейді, ол маңызды емес. Алла да сол құлын, сол ұнамды амал үшін шақырып жатыр. Ол басқасын бәрі қойып дейді. Екінші, бұл апайымыз көп дұға жасайды. Я Алла, күнәмді кешір, я Алла, бала шағама деп. Алла шақырып, құлым кел. Енді сен сұрайтын жердесің, сұрай бал. Сұрау үшін дейді. Екінші дейді, кейбір құлдардың шақыруы бір хикметі. Ол құл
Ол Алланың сүйікті құлы, Алланың сүйікті құлы. Барлығы Алланың сүйікті құлымыз. Бір құлдан ешқандай не емес. Өзіңізді басқалардан жоғары көрмеңіз, санамаңыз ешқашан. Сіз қайта өзіңізді төмен санаңыз. Мен ең күнәһар құлмын деп өзіңізді төмен санаңыз. Демек ол құл, демек басын тасқа да жарға да ұрып жүр. Кейде намаз оқиын десе намаз оқи алмайды. Енді бастайды десе бастай алмайды. Нәпсі бар, шайтан бар, азып жүр. Әй құл, кел, жолды тап енді. Мен сені тазаладым, енді өз жолыңмен жүр деген секілді Алла тағала өзінің шағында бір хикмет бар дейді. Бір ұнамды қылығы бар, бір ұнамды амалы бар. Демек үнемі дұға жасайды. Демек ол құлдың бір жол таба алып жүруіне әлі неғып жүр, сан жаққа өзінің несін таба алмай жүр, жолын. Демек сол үшін шақырды дейді. Сондықтан құрметті қажылар, біз білмейміз кімді кім шақырды. Кім кімнен абзал екенін біз не алмаймыз. Алла тағала айтады: "Инналлаха ла янзуру иля суарикум." Алла сізден қарамайды суреттеріңізге, бейнеңізге. Сондай жақсы екен, жақсы киініп алған екен, түрі жақсы екен, қарамайды. Инналлаха ла янзуру иля суарикум ва амваликум. Ол кісінің жолына қарамайды. Бай ма, кедей ма қарамайды. Валакин янзуру. Алла тағала бірақ қарайды. Иля кулубикум. Жүректеріңізге қарайды. Жүректің құлы қандай? Құлдың жүрегі қандай? Ва амаликум. Амалына қарайды дейді. Демек біздің де Алланың жүрегіне назар салады. Сондықтан сыртқы бейнемізге көп мән бермейік. Ішкі жан дүниемізді тазартайық. Соны түзетейік. Иә? Хакмабай дейді ғой, Хакмабай емес, Шәкәрім Құдайберді, иә? Сыртыңды сыланасын өңбеліп, ішіңнің түзетпесін қатасын дейді. Сыртыңды сыланасын өңбеліп. Әдемілеп боянамыз, жаңағы шашымыз ағарса, оны жаңағы қараға бояймыз, басқаша болады деген секілді ғой. Сыртыңды сыланасын өңбеліп, ішіңнің түзетпесін қатасын дейді. Өзіміздің ішімізде, жан дүниемізде біз білеміз, және Алла білуші. Менің кім екенімді Алла біледі, сосын өзім білемін. Олай болмаса сен Алла тағалаға өзіңнің пенде екеніңді, құл екендігіңді неғыл осы жерде мойында маңдайын сәждеге қой. Міне намаз оқымайтын кісілер де бар шығар. Демек ол кісі бәлки де осы умрадан кейін оның дәрежесі бізден жоғары болып кетеді, біз білмейміз. 20 жыл намаз оқығанмен бір жыл намаз оқығанның арасында айырмашылық не болды, құрметті қажылар? Біз біле алмаймыз. Бір жыл оқып, ол 20 жыл оқымаған намаздың несін алады? Сауаптап келеді. Сондықтан бұл жерде жүрек өте маңызды. Шайымыз жатыр. Шайға бір алыңыздар, свет жағып жедейік. Аттап қош беріңіздер. Ал құрметті қажылар, сұрақтарыңыз болса 5 минутта қандай жығаттай. Бірінші күнәміз, өзімізді күнәмізді кемшілік. Екінші ата-анамыз үшін. Үшінші одан кейін сұрай береміз. Сағат, очки, жүзім, иқам қаліпте, әйкісі сырға бола береді. Еркістер де бола береді. Зонтик ұстауға болады, егер күн шығып тұрса.